Киевде Русия элчиханесі янында Қырым оқу қоройжы группасының фаалері «Аққушылар гөлі» адлы акция перформансыны кечерді. Тедбір мақсады ешғал етілген ярымадада инсанларының құвет йолунен ғайып олуына жематчылықның диққатыны желп етмектір. Оқу қоройжыларының малюматына көре Қырым Русия тарафындан ешғал етілгенінден сон 44 Қырымлы ғайып олды. 17 адам тапылды, 16-сының тақдері аляда белгісіздір. 6 инсан олу алда тапылған еді. Дайкесі азатлықтан марум етілген. Қырым оқу қоройжы группасы вақаларға Русия кемиятының алақасы бар олғанына фарз еті. Ответственность граждан Украины. Бұл кебі акцияларда Украина ватандашларының месулеті шымдыпе кемиятледір. Бинлерджи инсан келмелі. Ватандашларымызны тұтып әсір ве апис еткен терроржылар күрешінің невбетікі қысмының башланмасыны белмелі. Әнді Украинаның әрбір ватандашы бұл пезвенклерден ватандашларымыз хақында сұрайжақтыр. Цей перформанс присвячений тому, що Бұл Қырым территориясында инсанлардан олай атқаны деселеріні Қырымда Русия Федерациясы территориясында олған вақаларыны кормемек интылувларына бағышланған перформанстыр. Шу аққушылар гүлі де шу жүмледен о Совет бірлігінде дайыма мойын вақалар вақтында қойылайды.